Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы облысы Ұйғыр ауданы Илья Молотов Бақтияр атындағы номер 3 орта мектебінің химия пәні мұғалімі, педагог зерттеуші Әсарова Гүлмира Махмұтжанова. Бүгін сіздерге ұсынып отырған сабағым 10 сынып жаратылыстану математикалық бағыт гипстің еркін энергиясы. Бүгінгі сабақта гипстің еркін энергиясын энтальпия мен энтропияның байланысы арқылы түсіндіреді, анықтамалық деректерді қолданып есептеулер жүргізеді. Балалар, бүгінгі сабағымызды жағымды психологиялық тренингпен бастайық. Тренингіміздің аты жағымды мінез деп аталады. Мақсатымыз оқушылардың бойындағы жағымсыз энергияны шығарып, жағымды энергияны қалыптастыру. Ол үшін ақ қағазға өз бойларыңыздағы жағымсыз мінездеріңізді жазып, оны бүктеп қоқыс жәшігіне тастаймыз. Осы арқылы бойымыздағы жағымсыз мінезімізден арыламыз. Алдыңғы білімді еске түсіру мақсатында WordWall бағдарламасының көмегімен төмендегі термин сөздерді сипаттамасымен сәйкестендірейік. Ол үшін алдарыңызда көрсетілген сілтемемен немесе QR код арқылы WordWall бағдарламасына өтіңіз. Оқушылар, ендеше бүгін сабағымызды бастамастан бұрын біз сіздермен суреттер, сыр шертеді әдісімен тапсырма орындап көрейік. Сіздердің алдарыңызда 3 түрлі сурет берілген. Бұл суреттер біріншісі велосипедтің желін толтыру, таудан тастың түсуі немесе темірдің таптануы. Осы үрдістердің қайсысы өздігінен жүретінін және қайсысы өздігінен жүрмейтіндігін анықтау керек. Дескриптор өздігінен жүретін үрдістерді анықтай алады, себебін түсіндіреді. Тапсырма 1 балмен бағаланады. Бұл тапсырманы орындау барысында ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушыларға тілдік ерекшелігіне сәйкес қабылдауға жеңіл табиғи үрдістер өздігінен жүре ме мәтінін қосымша пайдалануға болады. Табиғи процестер өздігінен жүре ме? Спонтанды процесс жүйеге ешқандай сыртқы күшсіз жүретін процесс. Бұл процесс сырттан ешқандай энергияны пайдаланбай өздігінен жүреді. Өйткені өздігінен жүретін процесстер жүйенің еркін энергиясының төмендеуімен сипатталады. Демек, барлық табиғи процесстер өздігінен жүреді. Бірінші тапсырманың жауабын тексеру үшін тақтаға назар аударайық. Өздігінен жүретін процесс таудан тастың құлауы, темірдің таптануы, өздігінен жүрмейтін процесске велосипедтің баллонын толтыру бұл өздігінен жүрмейтін процесске жатады. Демек балалар, бүгін біз сіздермен гипстің еркін энергиясы тақырыбын қарастыру арқылы қандай реакциялар өздігінен жүреді, қандай реакциялар өздігінен жүрмейтіндігін анықтай аламыз. Серпілген сауал әдісі арқылы төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. Химиялық реакцияның жылу эффектісі дегеніміз не? Экзотермиялық реакция дегеніміз не? Мысал келтіріңіз. Эндотермиялық реакция дегеніміз не? Мысал келтіріңіз. Тапсырма 2 балмен бағаланады. Балалар, серпілген сауал әдісі бойынша берілген сұрақтардың жауабын менің жауабыммен салыстырып көріңіздер. Химиялық реакцияның жылу эффектісі химиялық реакция кезінде бөлінген немесе сіңірілген энергиямен сипатталады. Ол Q әрпімен белгіленіп, өлшем бірлігі килоджоуль. Жылу бөлетін реакция экзотермиялық,
Ал жылу сіңіріп жүретін реакциялар эндотермиялық деп аталады. Гипстің еркін энергиясы бұл дельта G әрпімен белгіленеді. Максимал жұмысты орындау үшін қолданылатын жүйенің жалпы энергиясының бір бөлігі. Изобаралық, изотермиялық жағдайларда, демек, қысым мен температура тұрақты болған кезде өздігінен жүретін үрдісті сипаттайды. Гипстің еркін энергиясын есептеу үшін дельта G реакцияның тең болады дельта G өнім азайту дельта G реагент. Кейде бұл мәндер анықтамалық деректерде көрсетілмейді. Сондықтан, есептеулер жүргізген кезде гипстің еркін энергиясын жүйенің энтальпиясымен және энтропиясымен өрнектеледі. Бұл жерде мына формула қолданылады. Дельта G тең дельта H минус T дельта S. Мұндағы дельта H дегеніміз жүйенің энтальпиясы, T дегеніміз температура кельвинмен өлшенеді, дельта S дегеніміз жүйенің энтропиясы. Гипс энергиясының өзгерісі процестің өздігінен жүретіндігін, жүрмейтіндігін немесе тепе-теңдік күйде болатындығын көрсетеді. Дельта G нөлден кіші болған кезде реакция өздігінен жүреді. Дельта G нөлден үлкен болған кезде реакция өздігінен жүрмейді. Гипстің еркін энергиясын есептеу арқылы реакцияның өздігінен жүретінін немесе жүрмейтіндігін анықтауға болады. Егер энтальпияның мәні оң мәнді көрсетсе, энтропияның мәні теріс мәнді көрсетсе, онда гипс энергиясының мәні теріс мәнді көрсетеді. Мұндай жағдайда реакция өздігінен жүреді. Оған мысал ретінде метанның жану реакциясын қарастыруға болады. Егер энтальпияның мәні оң мәнді көрсетсе, энтропияның мәні теріс мәнді көрсетсе, онда гипс энергиясының мәні оң мәнді көрсетеді. Бұндай реакциялар өздігінен жүрмейді, тек кері бағытта ғана жүреді. Бұған мысал ретінде азоттың оттегімен әрекеттесу реакциясын қарастыруға болады. Келесіде энтальпияның мәні теріс мәнді көрсетсе, энтропияның мәні теріс мәнді көрсетсе, гипс энергиясының мәні теріс және оң мәнді көрсете алады. Бұндай реакциялар тек төмен температурада ғана жүруі мүмкін. Оған мысал аммиактың алыну реакциясын қарастыруға болады. Егер энтальпияның мәні оң мәнді көрсетсе, энтропияның мәні оң мәнді көрсетсе, онда гипс энергиясының мәні оң және теріс мәндерді көрсетеді. Бұндай жағдайда реакциялар өздігінен жүре алмайды, тек жоғары температурада жүруі мүмкін. Оған мысал N2O4-тің айырылу реакциясын қарастыруға болады. Осыдан бала Келесі тапсырма. Анықтамалық деректерді пайдаланып, төмендегі реакциялардың гипс энергиясын есептеңдер. Бұл жерде сіздерге 3 реакция теңдеу берілген, G мәнін табу керек. Тапсырма 3 балмен бағаланады. Балалар, біздің функционалдық сауаттылығымызды арттыруға арналған саралау тапсырмаларын орындайық. Адамзат жасанды процестер мен реакцияларды қолдау үшін газ тәрізді заттарды қолдануды үйренді. Нәтижесінде басқа химиялық қосылыстар алуға болады.
Сондай газдардың бірі көмір қышқыл газы. Химия өнеркәсібінде көмір қышқыл газы жасанды химиялық қосылыстардың синтезінде, реакция температурасын реттеуде, сілтіні бейтараптандыру, шахталарда судың ағуын реттеу, металдарды кесуге арналған лазер сәулесін жасау үшін қолданылады. Технологиялық маңызы зор осы газды кальций карбидінің ыдырауы нәтижесінде алады. Осы мәтін негізінде саралау тапсырмаларын орындайды. А деңгейі. Кальций карбидінің ыдырау реакциясының теңдеуін және реакцияға қатысқан заттардың агрегаттық күйлерін жазыңыз. Б деңгейі. Анықтамалық деректерге сәйкес реакцияға қатысатын заттардың гипс энергиясының стандартты мәндері арқылы реакцияның стандартты гипс энергиясын есептеңіз. Алдыларыңызда анықтамалық деректер қосымша берілді. С деңгейі. Анықтамалық деректерге сүйеніп, 25, 500 және 1000 жарым Цельсий градус температуралардың қайсысында кальций карбидінің айырылу реакциясы өздігінен жүретіндігін анықтаңыз. Температураға тәуелді графигін тұрғызыңыз және графиктен стандартты жағдайларда көрсетілген реакция өздігінен жүруі мүмкін температураны табыңыз. Осы саралау тапсырмасы бойынша ұсынған дискриптірлер. Кальций карбидінің ыдырау реакция теңдеуін агрегаттық күйлерін жазады, стандартты гипс энергиясын есептейді, өздігінен жүретін температураны анықтайды, график тұрғызады, өздігінен жүретін температураны белгілейді. Тапсырма 4 балмен бағаланады. Бүгінгі сабағымызда біз сіздермен гипстің еркін энергиясын қалай есептеуге болатындығын үйрендік. Бұл жерде энтальпия мен энтропияның маңызы зор екендігін түсіндік. Сонымен қоса анықтамалық деректерді қолдану арқылы есептеулер жүргіздік. Сабағымызды аяқтау үшін кері байланыс жүргізейік. Кері байланыс блок ағашымен жүргізіледі. Балалар, осы сабақтан кейін сіздер өздеріңізді блок ағашының қай деңгейде екендеріңізді көрсетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.